Сәлем достар, сіздерге мен бүгін дамский пальчики көрсетемін. Заттарымды алдын ала дайындап қойдым. Бұл заварной тесто болады. Су 112 грамм, сүт 112 грамм, сары майымызды саламыз, тұзымызды саламыз. Бұны қайнату керек болады. Сары майымыз ерді. Ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырып, газдың астын жаймен басып қою керек болады. Осы тестіміз пісу керек болады. Жақсылап араластырғаннан кейін түбінде көрінеді өзі қалай піскенін. Содан соң мынаны басқа ыдысқа саламыз. Суыту керек болады. Бір-бірден жұмыртқаны салып, миксермен араластырамыз. Екіншісін салдық. Үстіп жақсылап тұрып араластыру керек болады. Қамырымыз осында эластичный болу керек. Қатты жұмсақ болмау керек. Орташа кондитерский мешокқа салып, пергаментный бумагаға құю керек болады. 160 градусқа 45 минутқа қоямыз. 45 минут өтті. Профитроліміз дайын болды. Осында әдем болып шығу керек. Ал енді кремін дайындаймыз. Сливки 200 грамм, 150 грамм сметана құйдым, 50 грамм сгущенка. Осын жақсылап араластырып, осында қою болу керек. Профитролиді ішіне салып, кремін араластыру керек болады. Достар, мен өзім мұндай ыдысқа салып, магазиндерге өткіземін. Сондықтан осындай ыдысқа салып қойып, сіздерге көрсетіп жатырмын. Шоколад үстіне құйып, осы дамский пальчики деп аталады. Достарым, менің инстаграм каналым. Описаниеда ссылкалары тұр. Инстаграмға, телеграм каналдарға жазылып, комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше достар.